Арма алталаш барма текті қазағым, алақай, сіздер көптен күткен ат үстіндегі қос жұбай. Махаббаттың жарқын үлгісі қуатпен жайна, елордамыздың іргесіндегі Қарағанды қаласына жетіп үлгірді. Енді бір аттаса, Астана халқы күтіп алмақ. Осы орайда сүт пісірім уақыт бұрын Қуатпен жеке сөйлескенімде, ол маған халқыма жеткізші деп мына хабарды айтты. Астымдағы күрең атты Мұхтар Шахановқа, қазақтың ақынына сыйлағым келеді деді. Алдыңғы хабарда жайна қыздарыңыз астындағы ақбоз атты елдің президентіне сыйлағысы келетінін айтты. Міне, қос тізгін бір шылбыр тең ұстап келе жатыр. Қазақтың қуаты мен жайнасы. Осының бәрі сәйкессе, еліміздің мерейі тіпті де үстем болмақ. Астана соңғы мәре, еліміздің жүрегі. Өзгеше күтіп алу үшін Астанадағы ерікті ұйымдасқан, аты аталған аталмаған азаматтар, Нәбидолла ағамыз бастап, кәсіпкер Нұрдәулет ағамыз қостап, кеше ғана Қарағандыға жол тартып, оларға іс-шараның қалай болатынын ескертіп еді. Енді бір топ осы азаматтар қол қойып, Астана қаласының әкімдігіне, президент әкімшілігіне қатысты орындарға Астанадағы іс-шараның болатыны жайлы хабар берді және қауіпсіздік үшін өте салтанатты түрде күтіп алу үшін қолынан келген әрекеттің бәрін жасап жатыр. Халықтың пейілі де ерекше, аман есен жетсе екен дейді. Ал қуатпен жайна алақан жайып ақша сұраған емес. Олар ешбір нәрсеге зәру емес, тек қана халықтың пейіліне, ақ батасына ғана. Олар мініп келе жатқан тұлпарларында 3000 шақырым басқан ақбоз аты мен күрең атын да қазақ халқына сыйға бермек. Қазақтың ақынына бергені де, қазақтың ханына бергені де бәрібір халықтың пейіліне арнағаны. Ал халық кең пейілмен ол екеуіне қошемет көрсетсе, үлкен сыйлық сол. Бұл сыйлықтың ар жағында әлемдегі бар қазақ бір шаңыраққа жиналды деген сөз. Арман тілек орындалды деген сөз. Менің хабарымның да мақсаты осы. Сондықтан да бұйырса 19 қазан күні Қуатпен жайнаны Астанаға кіре берісте қарсы алсақ, ал 20 қазан күні салтанатты түрде көшпенді мәдениетпен қаламыздың қақ ортасы, ұлттық музейдің жаны, тәуелсіздік сарайының алды, қазақ елі алаңында қошеметпен күтіп аламыз. Содан кейін ертесі 21 қазан күні Нұр Арқа серіктігінің қаржылай қолдауымен болатын Қытайдан келген қандасымыз, қазіргі қазақ елінің азаматы, ақын Әбдіғанидың шығармашылық кешіне осы Қуатпен жайна, болар істің басына жақсы келер қасына деп үлкен рухани іс-шара өтпек. Соған қалың қауымды шақырамыз. 21 қазан күні кешке 7-де бұрынғы Конгресс холл, қазіргі Астана концерт залы, Кенесары көшесінің бойындағы сол үлкен залда кереметтей рухани кеш өтеді. Әлемдегі бар қазақ осылай қара шаңыраққа жинала берсе, біздің кең даламыздың, ата-бабамыздың бізге қалдырған аманаты бәрі де ойдағыдай болмақ. Атпен қорғаған жерімізді, атпен басып келе жатқан Қуатпен жайнаға, алыста жүрген қара көздер де аман болсын, ұрпағы аман есен елге жетсін. Және қазақ халқы да бірлесіп, бүкіл территориямызды қорғайық, өз ұландарымызды қолдайық, қазақ тіліміздің мәртебесін асырайық. Қанша байып көкке көтеріліп кетсек те, атпен өмір кешкен кешегі тарихымызды ұмытпайық деп хабарымызды аяқтаймыз. Құрметпен текті қазақ арнасы, керек дерек, мен Қанатбек Ермек. Еліміз аман, жұртымыз тыныш. Келесі жақсы хабарда қайта жүздескенше.